Тоқымашы қошақан және жіптің сиқыры. Күн нұры гүлді көп, ауасы таза жазық далада Тоқ-тоқ атты кішкентай мамық қошақан өмір сүріпті. Тоқ-тоқтың анасы ауылда ең шебер тоқымашы қой ана еді. Ол үнемі жүнді иіріп, жіпті босқа жібермей әдемі тоқымалар тоқитын. Бір күні Тоқ-тоқ: «Мама, мен де тоқығым келеді, бірақ мен әлі кішкентаймын ғой, қалай бастаймын?» деп сұрайды. Қой ана күлімсіреп Тоқ-тоқтың қолына екі жуан ағаш бізді ши тоқитын біз және ең жұмсақ, ең ақ жүнді ұсынады. «Балам, бұл біздер сенің сиқырлы таяқшаларың, ал бұл жүн сенің жылы жүрегің бір бөлігі. Тоқуды үйрену оңай, бастысы көңілді және сабырлы болу», дейді. Тоқ-тоқ тоқуды бастайды. Алдымен ол жіпті біздің үстінен бір рет өткізеді. Бұл достармен амандасу сияқты. Сосын екінші бізді жіптің астынан өткізіп сырғатады. Бұл сырғанақта тебу сияқты. Ақырында жаңа ілмекті бірінші бізден босатады. Бұл үлкен секіру сияқты. Бастапқыда Тоқ-тоқтың ілмектері қисық, кейде тығыз, кейде бос болып шығады. Ол ренжіп: «Менің тоқымам жаман, ол сұп-сұрықсыз болып жатыр, менің жібім сиқырлы емес шығар» деп жылайды. Қой ана оны жұбатып: «Жо, Тоқ-тоқ, әрбір ілмек бұл сенің кішкентай арманың. Егер бір ілмек дұрыс болмаса, оны шешіп тастап, қайтадан жақсы көңілмен тоқы. Жіптің сиқыры сенің саусағыңда емес, жүрегіңде, мейіріміңде», дейді. Тоқ-тоқ анасының сөзін тыңдап қайта бастайды. Ол енді әр ілмекті тоқыған сайын өзінің ең жақсы көретін нәрсесін, достарымен ойнауды, анасының құшағын, күннің шуағын ойлайды. Уақыт өте келе Тоқ-тоқтың қолынан әдемі жылы көк шарф пайда болады. Бұл оның тоқыған ең бірінші заты еді. Тоқ-тоқ шарфты апарып ауылда ең көп қонған қарт ата ешкіге сыйлады. Ата ешкі: «Рахмет, Тоқ-тоқ, бұл шарф ерекше жылы, кішкентай қолыңнан шыққан үлкен мейірім», дейді ата ешкі. Міне Тоқ-тоқ сол күннен бастап үнемі тоқып, өз жылуы мен мейірімін әрбір жіпке салып, барлық достарына сыйлық жасап жүріпті. Ертегінің түйіні ең әдемі тоқыма ол көп ақша тұратын емес, ол мейірімділікпен, махаббатпен тоқылған.